Ассалаумағалейкум тыңдарман. Мен осы YouTube каналдың жүргізушісі. Есімім Асылған болады. Құрметті тыңдарман, мен осыдан бірнеше күн бұрын осы YouTube каналға Момбек Абдахымның жазуымен жазылған Сүлеймен Қарақшы кітабын оқып салған болатынмын. Өздеріңіз тыңдап бағасын бердіңіздер. Сол Сүлеймен Қарақшыны оқып болғаннан кейін осы тыңдармандардың ішінен осы Сүлеймен Қарақшыда кездесетін Парманқұл жайында мәлімет болса тауып оқысаңыз деген ұсыныстар түсті. Көп түсті. Парманқұл жайында білгісі келетін, тыңдағысы келетін кісілер көп екен. Мен сол кісілердің ұсыныстарын ескере отырып, Парманқұл жайында жазылған еңбектерді іздестірдім. Кітап бар ма екен, қандай еңбектер бар екен деп кітапханалардан сұрастырдым, интернеттен іздедім, бірақ таппаған болатынмын. Осыдан 2 күн бұрын сенбі күні кешкісін бір кісі телефон арқылы хабарласты маған. Мен Парманқұлдың ең кіші баласы боламын. Есімім Жолдасбек. Менде Парманқұл жайында жазылған кітап бар. Біз ұрпақтары бірлесіп Момбек Абдахымұлы ағамызға өтініш жазып, сол кісінің жазбасымен Парманқұл Бахадүр деген кітап жазып шығарған болатын екен. Ол осы 2022 жылы шыққан екен. Сол кітап менде бар. Оқимын десеңіз, мен сізге жеткізіп берейін деген ойын айтты. Мен ол кісінің дереу адресін алдымдағы кеше демалыс күні барып, Арыс қаласында тұрады екен. Өзім барып, ол кісімен танысып, әңгімелесіп, дастархандас болып, дастарханнан дәм татып, әкесі жайындағы біраз естеліктерді жазып алдым. Қазір ол кісінің өзінің айтқан естеліктерінде салатын боламын. Өздеріңіз тыңдайсыздар. Баласының әкесі жайындағы, бала кезінде әкесінің көзін көрген кісілердің айтып кеткен әңгімелерін, есінде қалғандарын біразын айтып берді. Мен ол кісінің өз аузынан айтқан әңгімелерін әдейі жазып алдым, сіздерге тыңдатайын деп. Және де сонымен қатар, міне, мен іздеген кітап сол кісіде бар екен, табылды. Осы кітапты алып, Жолдасбек ағаның аманатын арқалап келдік үйге. Жолдасбек аға жақсылап дайындады. Осы кітапты оқыңыз. Ақыры іздеушілер, сұраушылар, білгісі келетіндер бар болса, оқып шығыңыз деп аманаттады. Міне сол кісінің аманатын арқалап қайттық. Алла нәсіп етсе, осы 1-2 күннен бастап оқитын боламын осы кітапты. Сіздер асыға күтіп жүрген Парманқұл жайындағы еңбекті бірге оқитын боламыз, Құда қаласа. Және де сонымен қатар Жолдасбек ағаның өзінің әкесінің жайында жазылған, газеттерге жазылған біраз мақалалар бар екен. Сол мақалаларды жинақтап сақтап қойған екен. Оларды да берді. Қолыңнан келсе таба алсаң, осы газеттегі мақалаларды толықтырып оқысаң деп. Бұл кітапта жоқ мақалалар бар екен, біраз мәліметтер бар екен. Мынау Еркін ой деген газетке 2015 жылғы Еркін ой газетіне осы Момбек ағамыз Мамажан Дөке мен Парманқұл Қарақшы хақында қиқая деген тақырыпта мақала жазған екен. Міне, ол мақаласы. Бұл бірнеше нөміріне жазған екен. Бірақ бұл нөмірлері түгел емес, өкінішке орай. 27-ші нөмірі бар екен. Ең басы, еңбектің басы бар. 27-ші нөмір. Одан кейін 29-ші нөмір бар, ортасында біреуі жоқ. Одан кейін 31-ші нөмірі бар екен. Бұның ортасында тағы бірнеше нөмірлер жоқ. Аяқ жағы да жоқ. Сондықтан да бұны алдағы күндері қолдан келіп жатса толықтырып, бұның ішіндегі мәліметті оқимыз деген ниеттеміз. Мен бұл газетті қазір сіздердің назарларыңызға саламын. Егер де араларыңызда осы газет бар болса, егер білетіндеріңіз болса, мен телефон нөмірімді қалдырам астына. Сол телефон нөмірі арқылы хабарласып,
маған табуға көмектессеңіздер, сіздерден өтініш. Одан кейін тағы да Барыс газетіне 2006 жылғы 15 мамыр айынан бастап шығарылған екен. Сырдың көк бөрісі деген тақырыпта Сейдалы Уәлиұлының жазбасыменен міне осындай тақырыпта мақала шыққан екен. Сырдың көк бөрісі деген тақырыпта. Бұның да көптеген нөмірлерге шыққан. Бірақ бұл газеттің де нөмірлері толық емес екен, өкінішке орай. Осы нөмір газеттің де жоқ нөмірлерін тапсақ, сөйтіп осы Парманқұл атамыз жайында, Парманқұл Баһадүр жайындағы ол кісінің халыққа еткен еңбектерін барша қазақ жұртына оқып жеткізсек деген ниетіміз бар. Алла нәсіп етсе осының бәрін түгелдеп оқушыға тырысамыз. Сіздерден де өтініш қыламыз. Осы газеттердің нөмірлерін білсеңіздер, қай жерде бар екенін білсеңіздер, хабар берсеңіздер болады. Және де 2006 жылғы Ордабасы оттары деген газетке де мақала шыққан екен осы Парманқұл атамыз жайында, тәлкекке түскен тағдыр деген. Міне, бұның да осы тек бір-ақ нөмір бар, басқа нөмірлер жоқ екен. Бұның да сол нөмірлерін тауып, алдағы күні оқысақ деген ниет бар. Және де міне жақта газеттерге шағын мақалалар бар екен. Міне, осы бәрін берді, бұның бәрін енді алдағы күнде қарап шығамыз деген ойдамыз. Алла нәсіп етсе, осы бірінші кітапты оқысақ, одан кейін мүмкіндік болып газеттегі мақалалар толықтыра алсақ, сол газеттегі мақалаларды оқысақ деген ниетіміз бар. Өйткені осы Парманқұл атамыздың өмір жайын, өмірі қызықтырып жатқан тыңдармандар көп. Алла нәсіп етсе, осының бәрін толықтырып оқитын боламыз. Кітап шығарамын, оқиын, өйтем деді. Сөйтіп жоқ жүріп бәрі. Жоқ жүріп. Оны енді Әкеп бермеді. Біраздан айырылып қалдым. Мына жердің өзінде бір қай мәліметтер бар екен ғой? Деген адам көп. Оны ары қарай өзіңіз аямасаңыз. Библиотекаларында болатын шығар, не? Бар ғой, Архивтер болады ма? бір дайын жатып қойғанда барып әкетем ғой деп, оған кейін темірлер қыздар дайындап қойды, мен барам екен. Соғына еттік, сол бармады. Қап кетті. Мына бәрі сырдың көк бөрісі деп жазған бар. Бала жазған ол жерге. Оған бір талай жыл көп. Төртінші жылы. 2004-те жазған. Сол Сүлеймен Қарақшы бәрі сол кездері шықты, осы қызық газетке, замана газетке шықты. Сол кезде оқыдық қой біздер, сол газетті күтіп жүріп. Сол кезде мен де оқып, сол жинағым. Біраздан айырылып қалдым. Мына жерде біраз нөмірі бар екен жақсы. Осыны енді ары қарай еңбекті істей берсеңіз, ол туралы мақалалар көп енді елден шығарылып. Яқта қалды жаңағы Момбек кісімен хабарлассақ. Момбек кісімен айтам, нөмірін беріп берем, айтам ол кісіге. Ана, сол сізге Табы кетірмен ба? Табы өңір. Табы өңір. Кейін оны кейін бір ұстайды ғой. Табы өңір. Бұл ертең Бұл көршісін адамын сұрайды. Көршісін адам сұрағаннан кейін оны жақсылар. Істі оны қылам деген адамға беру керек. жаңағы құшаты бар еді ғой. Сері көпесін. Жапалақ түсіріп оқып түсірмейді. Сыртқа шығып кетті ма? Шығып кету керек. Шығамақ еді. Берші маған соны, мен қазір суретке түсіп алдым. Құрметті тыңдарман, енді Жолдасбек ағамыздың әкесі Парманқұл жайындағы айтқан біраз естелік әңгімелерін назарларыңызға ұсынамын. Жолдасбек ағамыз әкесі жайындағы кезінде әкесінің көзін көрген қариялардан естіген әңгімелері, естерінде қалған әңгімелері бар екен біраз. Соны айтып берді маған. Мен әдейі таспаға түсіріп жазып алдым. Сіздердің назарларыңызға ұсынайын, өз аузынан айтылған әңгімені деп. Бұл әңгіме дастархан үстінде, дәм үстінде болды.
Мен өзім асығыс бардым, жол ұзақ. Асығыс қайтатын болғасын, сол дәм үстінде айтылған әңгімелерді таспаға түсіріп алдым. Бұл жерде сәл-пәл тықыр, сықыр бар. Оны ескерерсіздер, айып етпейсіздер деген ойдамын. Енді сол әңгімені назарларыңызға ұсынамын. Bir үйге кірсем депті, сол қиыншылық заман, сол 37-ма, 36 жылдарма, екі үйдің, үш үйдің бала шағасы қалған екен, бір жаңғыз, кемпір қалған екен, әйтеуір тапқан жеп, бәрі ашып бұралып жатыр екен депті. Ой, бұл насалы өліп қатын болғай деп, бұл пәленше деген байға барып, соның бір жылқысын сойып, әкеліп қазанға салып, солар бір апта соң адай жүгер талқанмен бақтым депті. Бір аптада есін жинап өздері далаға шығып кіретін болды депті. Сонда пәленше деген бай береді, соның үйінде жүрген шал қойын бағып, тамағын бағып жүрген шал береді, соның кісіні естіп келдім. Мыналарға не істейміз дегенде, пәреке етті қайнаттаған еттің өзін берме, бір пиале сорпа беріп қоя бер, бір пиале сорпа беріп қоя бер. Сонымен денесіне әр келгеннен кейін ет жесін, айтса бәрі өліп қалады деп. Сол шал өзі қайнатып, сол сорпадан беріп, ашып қойды бәрі. Сөйтіп тағы жеп, ана еттен беріп, бір аптада бәрі қып-қызыл болып партияға шықты, содан кейін кеттім депті. Араға енді өлмейді, өзі көреді дейді. Деген екен. Сонда соның үстіне түспесем, сол адам бәрі өледі екен ғой депті. Ана бай, мен барғаннан кейін жылқысын бермеймін айтамайды, жылқысын әкеп сойып бермеп тұр. Сонда ана бай қасында отыр, соған беруге қимайды деп та, жылқысын деп тұр. О zaman сондай болған ғой, кім бай, кім кете берген ғой. О көп қой, енді ол кісінің халыққа істегендері көп қой. Әкең Ташкентке көшіп келеді дейді. Бір шал, бір ұстап қойын тұра деген, алдынан шығып сол жағында, кім баласын деді, пармағын басын деді, дереу үйге жүр дейді, әңгіме айтып жатыр. Әкең мен көрген жоқпын деді. Кешке таман апақ сабақта деді, қалдырық машин бір жылқыны артып алған, екі адам келді деді. Соны совхоздың малын жағынан құрағанбыз деді, сонда деді. Өкіметтің малы дейді. Сол 600 баса қой бар дейді. Өзім шығалағым жоқ дейді. Кеп, бір күй дейді, шөрге екі шопырға қонып кетейік деген, қолайға қондырды дейді. Кім деп өтеді, пармағын атты дейді, түсіріп, бір шөп қойып қойды дейді. О, таң ата әкеп түртті дейді жанынан. Тұрдым дейді, далаға шығып, аттың артынан барып, тәуеттік дейді екенбіз. Пармағұлдың аты екен. Осыны тәуеттейік, бұл Пармағұл деген тегін адам емес. Бұл Россияны билеген, Ташкентті билеген, Қазақстанды билеген, бүкіл дүниесі біледі. Теген адам мұнда жүрмейді деп екенбіз тәуеттік дейді әкем. Әкем бір оқыды дейді, мұны тәуеттік. Жаттық дейді, азын тұрып оқыдар, шай ішіп кетіп қалды дейді, шықсын асып. Азанда барсақ дейді, Құдай құдірет дейді, 100 қой туып дейді, сол 82 туып дейді. Ертеңіне тағы бір пәлен қой туып. Сол жыл дейді, саған өтірік шырағым 200 қой жасап алдық дейді. Сонан кейін бай болып дейді, біз тарып қараққа оқытышқан адамбыз дейді. Сонда аттың тәуеткенді дейді, әкемнің себебі тілігі дейді. Сонда айтады дейді, оймай, құдіреті күшті нәрсе деп айтты. Пармағұл алып жүрген атты оңай емес қой дейді. Сонда жаңағы шал соны айтып жылайды ғой. Содан бері дейді, қарымдас көрішкенеміз дейді. Сонда малды болып кеттік дейді. Әшейін атты өткенбіз дейді. Біздің әкелерімізді көбін тәует едеген ғой, тәует көтерген ғой. Біз енді келін болса, әметса, қиналып болса, анау жәке қамышын берсеңші, пәрежен келін болса, беріп береді екен. Келін үйге іреге ілеттеді, пәрекін кеп қалды, қамышын іле тұрайық. Қазір кіретсе, сразу босанады дейді ғой. Қорқып босана ма жоқ, айтып босанады деген. Енді Алла Тағаланың жіберген қасиеті, бірақ дүниеге келген кісілер ғой, бұл кісілер. Дүниеге бірақ келген кісілер ғой. Әкем айтқан ең ғой, 3 күннен кейін дүниеден өтем депті ғой. 3 күннен кейін дүниеден өтті. Әкем
Сөйтіп мазаларды барып зиянсып берейін деп кеткен екен. Сонда ұзын атаға барып қасық ішегін тастаған екен. Ұзын атаға да. Ұзын ата деген бар еді. Мынау мұңызалық келіп қанжарды тастаған екен. Yanında tabirle var, onun sağında sağına geldi. Sonra afam aytadi, bir жарым күнде жүріп келді дейді, екінші күні келді, соны ертең ауқат бердік дейді. Шалдарын бәрі жиналды дейді. Әкең төрде әңгіме айтып отыр дейді, сап-сау дейді. Ертең мен дүниеде өтем депті әкем. Сонда мына шалдың бәрі, үйге кіре алмай жүрген шалдың бәрі ақы қалып әңгіме айтады. Ақы қалап төрінде жатады деп айтты дейді. Ай, пәреке нағып қарсы шегін тастадың, ұзын-зарыққа деген, мұң-зарыққа дегенде. Неге, ұзын ата. Zaman gelir, örgüde kusatlar jinalat çapan olsa degen. Çünkü jinalat degende kelişikte. Muңuzалық мұқыл бұл қанды жер болған, бұл соғыс көп болған өрге қанжарды бастадым депті. Мынау әулеген аптастан сағатын деген уақыт келеді, ол да әуле болады деген екен. Соны апаң айтады, сол күні ауқат жеп бітті, кешке жаттық, таң ата. Сол 5-6-ларда үзілді деді ол. Үзілді деді. Сол әкең не айтса бір болды дейді ол. Onda qanday adımlar deyim demez. Son bәрін апам айтып отыр. Son не айтса бәрі болды дейді. Onda Әулие адамдар алдында ол жай біледі. Иә. 3 күн байғыз отырып дейді, есік алды дейді. Өлемін. Әкең қалай үзіліп, солай байғыз ұшып кетті дейді. 3 күнге дейін отырып дейді. Әкең келді, Құран оқыды, ертең үзілді, байғызға кетті дейді. Соны білді ғой әкең дейді. Әке төк келген дейді. Сол бір шығып отырып та қойды дейді, әкең өлгенше. Дейді ол. Анау Сахалинге барған кезде 3 күн жүріп бар, 3 ай жүріп бардық. Барған екен, Марсқа балына деген ауырмен ауырады деген адамдар құса береді. Құсып жаттым депті. Бір шеттегі бір казармаға барып тастады. Сөйде жатырмын, есім жинасам, атарбен бір 2 орыс, 2 бөшік тамақ кепті, ағаш бөшкімен. Біреуіне первый, второй. Сөйтіп, соның ішіне етін абадыр депті. Сөйген айтмайды, астап еті қалдыр, неме ет табасын деп етті. Ой, деп жаңа екеуге ұрмақ деп, біреуін қолын сындырып беріп, біреуін басын жазып беріп депті. Сонымен екеуі қашып құрып депті. Сонымен 1-2 сағаттан кейін 10 орыс келді депті. Сен Панмағұл деген кепсің ғой Средний Азиядан. Чорный бек деген Қарапаға деген кешкісі бар екен. Сені біз күтіп жатырмыз. 3 айдан бері. Алдын ала білді. Біліп жатыр деген ғой, күтіп жатырмыз. Мұна Пәленше деген бізде пахан бар. Сонымен жекпе-жек шығасын. Содан кейін мәселе шешіледі. Шығам деп айтты дейді. 3 күн демал депті, 3 күн демалайын депті. 3 күн жаттым депті әкем. 3 күн жаттым, 3 күнде 3 адам өлді депті. Мерге жатам, таң ата балдар ауыстырып жібереді, мына өледі депті. Мынаған жатам, таң атамнан 3 күнде 3 адам өлді депті. 3-ші күн шықтым депті. Ортам бір алаң екен депті. Bir 10.000 adam, bir 9.000 adam жиналды депті. Ортаға екеуміз жекпе-жек шықтық депті, ортаға. Анау шал болып қалған кісі екен депті, баған депті. Бірақ қол дейді. Айтты әкем, керемет екен депті. Оңай адам екен. Сонымен шалға айттым депті, сен бірінші ұрын, сен жасын үлкен ғой, мен ұрам депті. Сонда алдында депті, стол тұр депті, стол. Орта бит пима алады, ойнап. Үстіне ойыншық алып, іліп қойып ойладым, соңғы пима сол столға жетсем, аман қалам депті. Сөйді молды саған отырдым депті, сәлет депті. Айналып кеп, жекем ұрып еді. Басым айналып, столым ұстақ қапты депті. Көзім қарасым, шулап атыр еді, жұтым бар депті. Екінші бинасына депті. Сонымен 5 мен дем алып алып, мен ұрдым депті. Айналып депті, ұрған кезде миын шашып бердім депті, пақаны. Сонда бір қырғызманда алақаны қорғаз деп біргені ұшқында. Қорғаз мұрған ең ғой. Сөйтіп бүкіл мұсылманның бәрі келіп, мені көтеріп алып кетті деп, сонымен апарып, үйіне апарып кіргізіп сөйтсе, үйінде орыс қатын бар. Сол орыс қатын бәс үйінде түрмеден отырдым депті, пақам. Бүкіл түрменің бәрі, ананың бәрі көтіне орысын көтіне теуіп жүрген бір мұсылман деп тұрғылар депті. Әптен зәбір өткен екен депті. Сонымен сөйде
әңгімесі ғой енді. Қалған жаңағы орыс айтады да, ана кітапта неде бар енді, түрмеде бірге болған. Бірақ бұл кісі түрмеде болғанмен кейін бізге келіп, мен түрмеде болдым, әкеңнің жақсылығын көрдім деп көбісін аған жоқ енді, өздері біледі ғой, келген емес. Бірақ сыртынан естиміз енді. Пәлише бапты түрмеде бірге болған деп шалып. Сондай. Ол байдың балдары. Иә, болыстың баласы, байдың баласы, молда, жаңағы бидің балдары, сондай ғой түрмеде дейді ғой, сондай ғой. Иә. Датқалар. Иә. Бір датқа жатқан ғой, мен әкеммен бірге Төребай деген датқа жандар. Сол кісінің біздің әкеміз көп қамқор қылғанда, сонда қызын берем дегенде келген Қамбар деген ағамыз бар, соған бір қызын берген ғой. Қызын алған ғой. Датқадан құда боламын деп. Датқаның қызын алғанда. Жеңгеміз тірі ғой, мынай деген. Соны 80 келіп қалды. Сонда түрмеде қарындасын інісіне әпергенде. Інісіне. Қамбар деген ағамызға. Датқаның қызын әперген ғой. Түрмеде болған деген датқа болып. Датқаның сотта жүрген ғой түрмеге. Ол кісі дәу кісі болған екен. Төребай деген кісі. Біз енді шет жағасы ғой енді. Шет жағасын ескеніміз, кеше ес жинағанын ескен әңгіме бар, оның алды қырғын әңгіме бар, ұмытып отырмыз ғой. Оның бар, ұмытып отырмыз, айтты, әңгімесі көп қой. Ташкентте жөйт қырған деген әңгімесі бар ғой, соңында әкем айтып отыр деген, Ташкентте жөйт деген адамдар болады деген. Адам жегіштер еді. Дуалды қоршап алады деген, ішіне бір адам кірмейді деген, миысы да кірмейді деген, кірген адамдарды қожа деп өздер шығарып береді, кіргізбейді. Соны жас балалар көп жоғалып кетті. Содан кейін сол Ташкенттің бірінші хатшысы әкеміз шақырып, сонда нәшемисасы отыр дейді, жаңағы хатшысы отыр дейді, Ташкенттің. Біздің әкеміз айтты, пареке, біздің жүйт деген бәле пайда болды, бізге бағынбайды, заңға бағынбайды, соны бір бәле алып берсеңіз депті. Сонда екі орысты ертіп алып, жүйттің туғанына секіріп түсіп, жүйттің бәрі қырық депті. Содан кейін жүйттің бәрі қашып құрды деп Ташкентте біраз депті, сол кезде. Сонда оны үкімет бізге жіберді, үкіметтің өзі біздің көмек сұрады деп әкем айтып отыр деген. Нашайыместен мен, ол жаңағы әкем біледі, сол әкем ғой. Үкіметтің де шамасы келмеген ғой. Жаңадан құрылған. Иә, соны біздің әкемді айтты деген. Жүйттің бірін жайратқаннан кейін, сонда кейін басылып кетті. Сонда ол жерде құрып кетті, бізден қорқып депті. Екі орыс таба алдым депті. Екі орыс табаған себебім, ана қазақ балдарды алайын десем, әне жерде көп шығын болайын деп тұр, олар жүрегі айтып қала ма, мына екі орыс сән не өйт депті. Бес бір елде адым береді, сол екеуін алдық, үшеуміз бәрін жағыздырып кеттік депті. Бір әулеттің ең ішін дуалдағы қора ішіне бәрін тындырып кетті. Соның кейін бір қалғандар қашып кетті Ташкент депті. Сонда үкімет бізден көмек сұрады ғой депті әкем. Осының бір білақ берді депті. Жүйттермен күрескен дейді. Жүйттер туралы көп айтылады ғой кітабында да. Иә. Ұры көбейді депті. Анау мал сатады, несі жоқ, ақшасы жоқ, мына мал сатады, ақшасы жоқ. Анау өзектерін бір қысам дейді, ешқайсысы, біз пәреге алғанымызды әкеп береміз, ешқанды сеңмейді. Көп қойынды ұрылар өзінің группасы бар ғой. Әкем өзім шығып көрейін депті. Базарларла бізді бір 5-6 жасар бала дейді, жүгірек кеп, қазақ шапанын аста кіріп келеді деген, ана шешесі ұрады деген таяқпен. О, жүгірмекті ұрады, ана қашып шапанына кіріп келеді деген. Ата дейді, шапан ұрып атты. Депті, осы бәлең ол ұрлап жүрген деп, әкем. Жаңағы бала жүгіріп кепсе, әкеміздің шапан астына кіріпті. Ол бала соғы шығып қапты. Шапан астына жоқ дейді. Шешелері қарап қойды дейді. Сонымен жүре беттен 2-3 сағат айналып базармен біткеннен кейін артына барған кезде жаңа бала сылқ етіп түсті дейді жерге. Өліп қалған дейді. Ой, пәреге бұл жас бала емес депті. Бір ергежейлі беле 20-ға келіп қалған. Ұры осы депті. Бұл деп жаңа ата деп қойына кіреді ғой. Қойына кіреді белгі бұған енді алмаспен кешіп береді деген де ақшаны. Біраз деген түсіп қалады, аңды артына алады деген ғой. Ана әйел қолайды. Әйел қолайды ғой. Жүгірмек дейді. Ата мен құтқар деп шапан астына кіргізіп алады ғой. Шапан астына кірген кезде тіліп үлгерді де ақшаны. Сөйтті ақша түсіп қалады біраздан кейін. Ақша жоқ.
Analar atnağında bir alat da çıkan yerden. Sonda biz ya akşalar. Acı sonda jiberdi ana malsat ana malsat. Sonda hakem etken diyor bu taş falan mes bir çırmak yapkan bile bu ilgici bile koydu. İlgici bunu görmegende kadar. Taş falan diyor. Sonda aytkan diyor orgos dep bu. Sonda moyunun kayırıp şapanını baylap koyuyor sonda iş bildiğine. Onu kalay sokkan kasna şalda bağamat kıptı. Sonda aklın başına varan gözü şiş verin gözü çok et bir göz tutup söyledi. An orgos dep stop vermeyin. Sonda bir adam moylamıptı sonda ana bilen kesip alıp yürgöndü. Ben akin son top berip deydi o. Kıskası aymaydı ona şaldan aytkan. Kişi Sovet hükümetine bari karşı bandı da ketken. Ya. Bunu Savkay Balbek'ten giroylar var. Ağayında solar yiyeyim dep acaba balaşağını karap oturdu o. Bunu karağa çıkıtpay. Bütüyse karap rahmet. Balbek'ten Savkay çekemiz. Günümüz bitti. Bizim esimiz jinagança yetegin астына alып oturdu o. Осы Батырдың тұқымына қарайық деп өздері. Көзге шыққанша көп қой бізде. Көп қой. Қарақшын болған деп. Ол кезде саясат сондай. Ол кезде саясат кім жаман, қарақшын боласы жаман, кім жаман, бадын жаман. Айырғы болғанда Совет өңірін бір жұмысқа тұрайын десең өмір баянын көреді, ой кейтті қойып өшіп ап жауып тастайды болды. Айырғы жалғыз тұр ғой. Армияға барғаннан кейін соғысқа жаздым ендегі ауғанға барайын деп. Сонымен Немскомда отырмыз, кетейін деп. Төрт орыс бала, бір екі татармен бесеуміз. Бұрақта бір камеда час келді, полковник. Дейді, ада өргеніп тұқ қойды. Сен күрбашы дейді. Де қойшы, тұта что ехать деп қойды. Сояқ барақын келе ма? Сен дейді, 100 басы болған, әкең 1000 басы болған дейді. Сен енді ана қарақшылармен бірге сояға барып соғыспақшы бізге деп жүрме ғой дейді. Ада ақы тақтарың ғой. Ақырдан кейін қарақшының баласы деп жалып тұр. Баяғы бандың баласы жалып тұрдан кейін өкімет жүрме ғой. Ауғанстанға, ауғанда қарақшылармен қосып кетесін деп. Сонымен қалдым. Екі рет рапчалдым, бермейді жеш. Соқсы жүрмеді ғой. Ауғанға да. Қолыны қарып алса, өзіңде қашық берсең ме? Иә. Ол жақта қарақшылар көп. Қарақшылар қосып кетесің бе дейді мама. Сөйтіп, барамай қалды ғой, соғысқа. Болмай жердің алдынан шығып тұрады ғой? Иә, шыға ғой. Болмай жер шығып. Қайдаман тәуелсіздік алғаннан кейін кішкене ақтала бастады ғой? Иә, ақтала бастады. Қазір халықтар ашық айта бастады. Ашық айта бастады. Осындай заманда аңсады халық. Оңы саясат сондай болды ғой, Шыңбек жоқ қой. Оңы саясат сондай болды. Енді ел болғаннан кейін көп қой, көремайнар да көп. Ел болғасын, біреуін айтады, біреуін айтады. Бірақ аталы адамның еңбегі бәрі қалмайды ғой, шыға деген ғой жер бетіне. Шығара деген ғой. Соны жаңа кімге әкеміз туралы халық жақсы шығарып отыр ғой. Әкеміз туралы жақсы шығарып отыр ғой. Аңыз әңгімелер көп қой, біздің әкеміз туралы. Аңыз әңгімелер көп қой, қойсыз. Не жең келеді? Жесе балам, не жең келеді? Тамақ қойшы.
Arkadaşlar. Gece sizin yazınızda rahmet talay adamı tarattık koy. Talay adamları tыңдап, talay adamlar geldi көріп қуанып отырмын. Сотының біз чырбасы ше, жаңа ерекеңіз айтып бізге келе алмады. Соған жібереміз мына кісі деп көрсетеміз сосын. Ертең. Ерасен ағамыз кітапқа спонсор ақшаны төлеп шартты да. Бүгінде спонсор болмаса болмайды ғой. Спонсор болып бір жерден демемесе болмайды. Мінерге біздің елге арысқа кейін бәрі басылғасын кейін ғой қойған кейін. Сөйтіп, ол елімде де үш әйелмен үй тігіп отырған ғой. Үй сап берген өкімет. Бірге тұрдыңыз ба бәріңіз ба? Микрофон қосылды ма? Қосылды. Қорық бармағыл, батыр бармағыл деген хикаясын біз шалдарынан естік. Қазір қайтам. Әкеміз Шанадан 11 бала болғанбыз. 11-ден қазір 4-өміз қалдық па? 2 қыз 2 ұл қалдық. Ілақ деген үлкен ағам бар. Осы жерде тұрмын. Осы артта тұрады. Артын шетінде де. Сөйет тұрады. 2 әпкеміз қалды. Олар тұрмышта. Баярда қайтып дүниеден өтіп кетті көбісі. Өзіңіз зейнет берсіз бе қазір? Зейнет берсіз бе қазір? Жоқ, аңды пенсиядамын. Аңды пенсиядамын. Солай деп, главный сізге рахмет. Осыны ары қарай дамытам, ары қарай не аламын деген. Кеше құранқты ғой, соны кеше адымда көп қой, соны кейін мен кеше қалып кеше шақыратын едім. Оғанда ауылдың адымдады ғой. Енді Ераш деген ағамыз бар. Жаңағы мына кітапты спонсор болып шығарған. Сол ағамыз қолғы неге көбі батыр. Қолға батыр. Сол шақырсам мәселем жоқ, келе алмайым деді. Ераштан деген ағамыз бар. Сол кісі бізге немере болып келеді. Ол кісі қолға батыр. Ескерткіш тұрғызуға. Иә, сондайға айтыр, әкімге кіріп бүйтем деп жатыр ғой, көреді ғой, өздері әкім. Ағаларымыз бар жүгіріп жатыр енді, көреді ғой, ол өкіметтен де ала салды оңай емес. Ол үшін сіз сияқтылар еңбегін көрсету керек халыққа. Халыққа шешеді. Бәрі шешеді халық. Халық молдау керек. Мемлекет мойындау керек. Мойындау керек. Содан кейін бар. Бірден бере салмайды. Ақшасы бар, алып жатыр ғой, бірақ адал еңбегімізді алсақ деп ек та. Деп ек. Ол енді ол кісінің егер жақсы бастағыз бұны еңбегінде, ол кісіні бұл халық көп күтіп отыр. Ол туралы да әңгімесінде. Біз біраз материал беріп, соны қарап көресіз ғой, елдің еңбегін жазасыз ғой, халық басқа ештеңе жоқ қой. Адал еңбегін жазасыз ғой. Ол кісінің енді Сахалинге жер аударып жүрген ғой. Сол кезде 20 жыл болған дедіңіз бе? 20 жылдан аса болған түрмеде. Онда мынау Ташкенттің байлары, көптеген байлар ақша жинап берген ғой. Сонда да нәрсеміз айтқаннан кейін бір дорба алтынға ауыстырып жіберген осы еңбегін деген екен ғой. Түрмеден кезде әшемізде да қылып. Сөйтіп сол
Türmege düşet, çıkıp ketet, türmege düşet, çıkıp ketet. Sonra gün жаңағы Сахалинге жаудар жіберген. Ол күнде қарақшы банды деп аударып жібереді болды ғой. Ол күнде сол ғой, басқа соттаймайды ғой. Халыққа жақсылық істеген сайын ол қоймайды ғой күнде. Оныстан байлар не алмайды. Bir жерге барсам, депті әкем. Bir ауыз ораза кемірмен шал үйіне талған жоқ дейтін. Аузын түсіп отырған депті. Соған сәжетін үйінде байдан барып бір қойды аттан өңгеріп әкеп, есіктің алдына аяқ қолын байлап тастасам, ана шал босатып алады депті. Ана шал неден қорқып байдан. Соны сойып, қазанға салып, етін жегізіп кетті деген. Ана бай сонда соң бір мал беруге, соған несін дәті бермей отыр депті. Шалдар айтып отқан әңгімесі да. Пәленше деген байды бір-бірін таниды осы заманда. Деген. Ол кісінің көп қойын істегі жақсылығы. Балансына жерге өтсін да.